Сәлем достар. Бүгін біз иіс пен сөйлеу арасындағы таңғажайып байланыс туралы сөйлесетін боламыз. Иіс сезу жүйесі мен сөйлеу орталықтары бір-біріне жақын және өткізгіш жолдармен байланысқан. Бала иістерді иіскегенде ақпарат иіс сезу жүйесі арқылы мидың әртүрлі бөліктеріне, соның ішінде сөйлеу орталықтарына беріледі. Бұл сөйлеу орталықтарының жұмысын ынталандырады және балалардың сөйлеуін жақсартады. Иіс адамның көңіл күйі, эмоциясы және әлеуметтік жағдайы туралы ақпарат бере алады. Егер баланың иіс сезу жүйесінде бұзылулар болса, онда адамдардың иістерге неге белгілі бір жолмен жауап беретінін, немесе қандай иістер белгілі бір эмоцияларды тудыратынын түсіну қиын. Бұл әлеуметтік қарым-қатынаста қиындықтарға әкеледі, өйткені бала басқа адамдармен қарым-қатынаста өзін сенімсіз сезінеді. Иіс сезу жүйесі бұзылған кезде баланың иістерді тануы, есте сақтау қиындықтары болады. Бұл өз кезегінде оның сөйлеуі мен сөздік қорының қалыптасуына әсер етеді. Иіс сезу жүйесінің бұзылуы баланың зейіні мен концентрациясының төмендеуіне ықпал етеді. Егер бала иісті сезбесе, ол кезде онда мазасыздық, депрессия, бас ауруы, шаршау, апатия болуына әсер етеді. Кейбір баланың эмоционалдық реакцияларын тудырады. Бұл олардың сезімдері мен ойларын сөзбен жеткізуге көмектеседі. Мысалы, лаванда иісі тыныштандыратын әсерге ие, ал цитрус жемістерінің иісі көңіл күйді көтереді. Иістерге реакция жеке болуы мүмкін және көптеген факторларға байланысты. Балаға қандай иіс жақсы әсер ететінін білудің ең жақсы жолы әртүрлі иістерді байқап көру және оның реакциясын бақылау болып табылады. Балада сөйлеу тілін жақсартатын және сөйлеуге жол ашатын көптеген иістер бар. Табиғатта сан түрлі иістер кездеседі, олар бала тілін ашып сөйлеу тілінің жақсаруына мүмкіндік береді. Ең тиімді иіс ол жалбы иісі. Бұл иіс баланың зейінін бір затқа аударуына көмектеседі және концентрациясының жақсаруына, берілген материалды жақсы түсініп, есте сақтауына ықпал етеді. Сонымен қатар, тағамға байланысты иістер сөйлеуді дамытуға пайдалы. Жемістердің, көкөністердің және басқалардың иісі балаға тағам атауларын білуге, тілін дамытуға, есте сақтауға мүмкіндік береді және сөздік қорын дамытуға ықпал етеді. Сөйлеу тілі кешіккен балалардың иіс сезу жүйесін жақсарту үшін хош иістері бар, дәмі бар, ойындар мен иіс және текстураларды сипаттайтын кітаптар оқу, таза ауада серуендеп, әртүрлі текстуралары бар ойыншықтар мен материалдарды қолданған дұрыс. Негізінде сөйлеуі және мінез құлқы бұзылған балаларға иіс сезу жүйесінің жағдайына үлкен мән беру маңызды. Егер сіздің балаңызда аденоидтар, аллергия және басқалары сияқты иіс сезу жүйесінің бұзылуы болса, отоларинголог пен логопедтен кеңес алыңыз. Дәрігер зерттеу жүргізеді және балаға қажетті емдеуді тағайындайды, ал логопед қажетті түзетуді жүргізеді.